қырық қыз көне тарихи табиғи ескерткіш. Ескерткіш Қазығұрт аймағында екеу. Көп замандардан бері табиғаттың өзі жаратқан киелі ескерткіш болып саналады. Көнеден келе жатқан аңыз әңгімелерге сүйенсек, бұрынғы жаугершілік заманда жау шапқыншылары елден тысқары Қарабау суына шомылып, алаңсыз серуендеп жатқан 40 қызды көріп, соңдарынан қуса керек. Сонда қыздар Құдайға, елімді, жерімді жауға таптатқанша, мына жауды да, бізді де тасқа айналдыр деп жалбарынған екен. Қыздардың тілегі қабыл болып, жау әскері Қаратасқа айналады. Ол жер қазір Қаратас деп аталады. Ал қыздар әсемдене тізілген қайталанбас ескерткішке айналады екен. Бұл ескерткіш тас мүсіндер Тұрбат ауылының солтүстік шығысындағы Аққұм өзенінің бастау алар жерінде, ауылдан 5-6 шақырым жердегі Сарқырама жардың қасында. 40 қыз деп аталатын екінші тас мүсіндер. Өгем қойнауына түсе беріс жерде Қазығұрт тауының шығыс мүйісінің орда қонған оңтүстік шығысында 4-5 шақырымдай қашықтықта. Етегінде Өгем өзені ағып жатқан Өгем қойнауына түсе беріс жер күрт ылдилап кететін бұралаң жолға айналады. Тас мүсіндер осы мүйістердің бірінде. Аңыз бойынша бұл тасқа айналған 40 қыздың бейнесі. Мұнда да жаугершілік заманы тілге тиек етіледі. Бір ерекшелік, осы тас мүсіндер маңында алшақтау тұрған жеке тас мүсін бар. Оны жұрт күйеу тас деп атайды. Осыған қарағанда, бұл жолы қыздар күйеу жігітті ертіп барып, Қазығұртқа сиініп келе жатқан болса керек. Олар көз ұшында көрініп тұрған етектегі ауылға жете алмай тас мүсінге айналған. Ел осы араны қасиетті орынға санап, қастерлеп жүреді.